Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз жұмбақ жасырып ойнаймыз. Дайынсың ба? Бұл менің немерем Сабина. Бұл екінші сыныпты бітіріп, үшінші сыныпқа өтіп жатыр. Қай мектепте оқисың? Самғау мектебінде оқиды. Енді бірінші жұмбақ. Ақ сандығым ашылды, ішінен жібек шашылды. Ол не? Күн. Күн. Әуеден күбі түсті, күбіден түбі түсті. Найзағай. Үй үстінде ұсақ тас. Ол? Жұлдыз. Жұлдыз ба? Аха, болды. Таң басына тары жайдым. Ол да? Жұлдыз. Жылт-жылт еткен, жырадан өткен. Ол не? Ол ма? Ол? Не? Су. Су ма? Отқа жанбас, суға батпас. Отқа жанбас, суға батпас. Ол не? Купальник. Ол мұз. Купальник жанып кетеді, қызым. Өнері жоқ, қолы жоқ, сурет салуды біледі. Өнері жоқ, қолы жоқ, сурет салуды біледі. Ол қыста терезедегі қырау. Қуып едім, мойын бұрмады, ұстайын деп едім, қолға тұрмады. Ол не? Қуып едім, мойын бұрмады, ұстайын деген едім, қолыңа тұрмады. Ол боран екен. Боран. Әне барады өзі, көрінбейді ізі. Әне барады өзі, көрінбейді ізі. Ол не? Ол балалар жел екен. Жел екен. Екі ошаққа бір кесеу. Екі ошаққа бір кесеу деген сиырдың танауы мен тілі екен. Қисық ағашқа қар жұқпас. Қисық ағашқа қар жұқпас. Қисық ағаш ол сиырдың мүйізі. Ел жатса да енекем жатпайды. Ол да сиырдың мүйізі екен. Төсек астында 4 бауырсақ. Ол сиырдың мәмесі. Мәме бар ма? Сиырдың 4 мәмесі болады ғой.